Абай атамыз айтқан, жүректіден шыққан сөз жүректіге жетеді деген. Тәрбиенің кемдігі емес па, осы 9 баланың осы жерде отырғаны. Міндетті түрде өзінің адресіне қабылдау керек емес. Кеше осы жерде есік алдына шыға салып айтып жатыр. Біздердің ұрпақты жамандап жатыр деп. Барлығымыз бір ұрпақтың адамымыз. Барлығымыз бір ұрпақтың ұрымыз. Төбелестің неден басталған өздеріңіз біліп отырсыздар ғой. Именно Шерзат ұрып тастады бір адамды. Содан кейін өрбіп кетті. Тоқтату қиын болды. Ол аққан сумен бірдей. Құрметті сөз. Негіз айтайын дегенім ол емес еді. Бірақ сол әңгімені қозғаған жәбірленуші жағы болғаннан кейін айтуға тура келді. Шындығында осының барлығы тәрбиеден, баланы саудаға салып, бала спортқа берді. Ағдайын бала берсең сана бер, сана бермесең бір біртінде бала бер дейді. Туған баламыз егерде дұрыстап қарамасақ, үлкендер кінәлі болмағанда кім кінәлі болады? Қоғамда неге осындай жағдай болып жатыр? Құрметті сөз, кеше айтып отырған жарыс сөзімде мен бір сөзді тастап кеттім. Абзалдың өзі айтып алсын дедім. Кеше бастағанмын ол сөзімді. Абзал осыдан 6 жыл бұрын әкесінен айырылып, жалғыз басты еден жуып күн әрең көріп жүрген анасының қарауында қалды. Ең сол анасын баспанасыз, қаражатсыз далада қалдыр деген сөзді айтпай соңына қалдырған едім, соны айта кетейін деп тұрмын. Енді құрметті сот, жаңа прокурор айтып кетті, тергеу кезінде барлығы танысты, өтініш келтірмеді деп. Жоқ, өтініш келтірілген. Маған дейін ол кезде қорғаған әріптесім отыр, Қабылов мырза, ол кісі келтірген болатын. Ал енді прокуратурадан ол жағынан әдеттегідей жауап алмаған. Құрметті сот, айыптау уақытысында 00 сағат 42 минутта пышақ сұғылды деп көрсетілді. 00 сағат 58 минутта жәбірленушілер емханаға жеткізілді деп. 16 минут бар жоғы сол уақытта жеткізілді дейді. Оған да көңіл бөлу керек. Содан кейін құрметті сот, тағы да айта кететін мәселе шындығында бір бұрышта болып жатыр деген. Сол жақ шетінде дүкеннің. Сол жерде жаңада айтылып кетті, мына Қаржаубайдың өзі де айтқандай, сотта берген жауабында Шерзат пен Нұрғанатқа қашып бара жатқан артынан Шыңғыс пен Азамат қуып кетті деген. Ол айттым ғой, ол қашып бара жатқан адам, ол кезде әлі пышақ салынған жоқ. Ол қашып бара жатыр. Абзал ол кезде басқа адаммен, Нұрғанатпен төбелесіп жүрді. Нұрғанат барып мылтық алып келді. Содан әрғай өрби берді. Ал енді жазбадан көргеніміз бойынша ол жерде көрініп ақ тұр. Абзал жәбірленуші насылға тақалған жоқ. Ол айналып өтіп, әр жағындағы айтты ғой, ашуым келіп барып пышақ салдым деп. Шерзатқа тақалған жоқ. Ол айналып барып Нұрғанатқа пышақ салды. Оны басынан ақ мойындап келе жатыр. Ол ешқандай өтірік айтатын ойы жоқ ол адамның. Енді ол жерде сонда шешесінің, әжесінің, әкесінің көзінше пышақ салса, неге ол кісілер көрмейді? Ал енді қасында болған басқа балалар 8 бала, жарайды 7-еуі дейік, біреуі көлікте отырды. Солар неге көрмейді? Не біреуінің аузынан шықпайды? Егер де көрсеңдер жігіттер, әлі де кеш емес айтыңдар, я шындығында Абзал салды деп. Оны айтып отырған ешкім жоқ. Қорқасындар ма? Абзал мойнында отыр ғой пышақ салғаннан Нұрғанатқа. Елдің көзін ашыңдар, шын болса балалар. Айтыңдар. Ешқайсың жеп қоймайды. Халықтың көзін ашу керек, айту керек елдің бәріне. Ешкім көрмесе, не сотталушылар көрмесе, сонда екеуі оңаша барып төбелесті ме, ондай болған жоқ қой. Ешқандай материалдық дәлел жоқ осы Абзалдың пышақ салды дегеніне. Ана Шерзаттың киім алынған, ода пышақтың ізі бар. Ал енді оған қайталаудың қажеті жоқ, оны айтқансыз.
сараптама. пышақтың ешқандай ізі сәйкес келмейді абзалдың қолындағы пышақтың. Бұған жалғыз сөз дәлел болып отырған өзінің айтып отырған сөзі кімге Нұрғанатқа салынған ізі. Енді мына жерде әріптестермен де жалғайтын шығар, құрметті сот. Мен өзім айтқанымда қаламын.